Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді және балаларға пісіріп бере алатындай осындай бананды құймақ дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Әрине ол үшін осы құймаққа керекті барлық ингредиенттерді дайындап аламыз. Ең алдымен бізге ұн керек болады, одан кейін сұйық май керек болады. Одан кейін банан керек болады, жұмыртқа, қант ұнтағы керек болады, және қамыр қопсытқыш керек болады. Алдын ала дайындап алсаңыздар, өзіңізге өте жеңіл болады. Ең алдымен біз бананды аламыз да, шұңғыл ыдысқа салып, шанышқының немесе езгіштің көмегімен осындай пюре тәрізді масса шығаратын боламыз. Егер үйде қалып қалған бір қарайып кеткен банан қалып қалса, оны да қосуға болады, себебі өте дәмді шығады. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде сұйық майымызды құйып, тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Жеке ұнға қамыр қопсытқышымызды салып, жаңағы бананды массаның үстіне електің көмегімен осылай елеп, бірте-бірте қамырды араластырып отырып, белгілі бір масса шығаратын боламыз. Енді бізге аюдың пішінін келтіру үшін мен осындай кондитерский мешокқа салдым массаны, және қызып тұрған табада аюдың пішінін келтіретін боламыз. Негізі өз қалауларыңыз бойынша қандай пішінді келтіргілеріңіз келеді, солай істеуге болады. Дөңгелек пішінді немесе тағы дегендей. Әрине балаларға дайындағандықтан осылай аюдың пішінінде мен жасап көрдім. Өте қызық және балалар да сүйсініп жейтін болады. Салманы аз салсаңыздар болады, егер көп салсаңыздар осылай жайылып кетеді. Бұдан да үлкен болып кетуі мүмкін. Сол себепті кішкене аздау, кішкентай қылдырып істеуге болады. Кішкене қызарғаннан кейін екінші жағына ауыстырып, жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Дайын болған құймақтарымызды осындай әдемі ыдыстарға салып, балаларыңызға таңғы асқа немесе кешкі шайға дегенде беруге болады. Біздің құймақтарымызда дайын. Енді сіздерге ішін ашып, ішін көрсетейін. Іші қалай болып шығады. Қарасаңыздар, ішінің барлығы піскен. Міне ішінде қара дақтар тұр, ол жаңағы бананның арасында егер қара нелер болса, осылай көрініп тұрады. Ештеңе етпейді, бұл өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.